Христофор Колумб. Тарихтың бастамасы. Біздің кейіпкеріміз Еуропадан Үндістанға баратын теңіз жолын іздеген. Еуропалықтар Үндістанға құрлық арқылы жететін маршрутты әлдеқашан білген. Тауар алмасу Еуропа мен Азия арасында есте жоқ ерте заманнан бері белсенді түрде жүзеге асырылған. Тауар тиеген керуендер, ақшасы мен алтыны бар көпестер, ұлы жібек жолының бойымен өткен. Үндістаннан келген тауарлар осы жол арқылы Португалия және Испанияға жіберілген. Алайда 14 ғасырдан бастап жібек жолы Орта Азия аумағындағы тұрақты соғыстар мен қақтығыстар салдарынан құлдырай бастады. Көптеген сол замандағы билеушілер және жаулаушылар жібек жолының қандай да бір бөлігін өз бақылауына алғысы келіп, осы үшін басқа мемлекеттермен соғысты. Белгілі жаулаушы Әмір Темір жібек жолын өз қарамағына алу үшін әскери жорықтарға шыққан. Ал 15 ғасырдың соңында Осман империясы еуропалықтар үшін жібек жолын толықтай жауып, сауда жасау мүмкіндігін жойды. Жалпы алғанда, испандықтардың Үндістанға апаратын теңіз жолдарын іздей бастау себептері түсінікті болды. Колумб. Христофор Колумб 1451 жылы Генуяда өмірге келген. Шыққан тегі италиялық болғанымен кейін Испанияға көшкен. Бала кезінен теңіз саяхаттары туралы хикаяларға қызығушылық танытқан. Үндістан жағалауына теңіз жолы арқылы бару идеясы Колумбты үнемі толғандырған. Астроном Паоло Тосканелли Колумбқа Үндістанға апаратын ең қысқа жол батысқа қарай жүзу екенін айтқан деп есептеледі. Жердің сол кездегі өлшемдері туралы деректерді негізге ала отырып, өз есептеулерін жүргізгеннен кейін Колумб Канар аралдары арқылы жүзу қолайлы деп есептеді. Аталған аралдан Жапонияға дейін не бары 5000 шақырым. Әрі қарай Үндістан да қашық емес. Сол замандағы барлық еуропалықтар секілді Атлант мұхитының батыс бөлігінде екі ірі құрлықтың бар екенін білмеген Колумбта өз есептеулерін сол уақыттағы әлем туралы түсініктер негізінде жүргізген болатын. Патшалық сарайымен ұзақ уақыт бойы келіссөздер жүргізгеннен кейін Колумб Фердинанд патшаны және оның зайыбы патшайым Изабелла Кастильскаяны Үндістанға теңіз жолын іздеу экспедициясының қажеттілігіне көндіре алды. Ол өзі туралы да ұмытпады. Экспедициясы сәтті өткен жағдайда өзі ашқан барлық жерлердің вице-патшасы болу туралы шарт қойды. Сонымен қатар, патша оған дүниежүзілік мұхит адмиралы дәрежесін беруі тиісті болды. 1492 жылы жазда Христофор Колумб өзінің алғашқы және тарихи тұрғыдан ең маңызды экспедициясын бастады. Экспедиция. Колумбтың елігінде өзі экспедиция үшін арнайы жабдықтаған 3 кеме болған. Олар Пинта және Нинья деп аталатын 2 каравелла және Колумб эскадрасының флагманын айналған Санта-Мария деп аталатын 1 каракка. Сол замандағы теңіз саяхаттар үшін ең лайықты және үздік кеме каракка типті кемелер болған. Санта-Марияның ұзындығы 25 метр. Кемеге экипаждың 40 мүшесі сиятын болған. Су ығыстыруы 200 тонна. Бұл өз заманындағы кемелер үшін тамаша көрсеткіш болып табылады. Пинта және Нинья каравеллалары бір шама қарапайым болды. Аталған кемелердің ұзындығы 20 метрге дейін болды. Әр кеменің сыйымдылығы 26 адамнан аспады. Сонымен 1492 жылы 3 тамызда Колумб өзінің эскадрасын испандық Палос де ла Фронтер қаласынан шығарып, оңтүстік батысқа қарай өз есебі бойынша Үнді жағалауларына бағыт алды. Колумб Канар аралдарына небәрі 6 күн ішінде жетті. Дегенмен, жолда кемелердің бірінің рөлі істен шығып, топ аралда кемені жөндеуден өткізу үшін аялдауға мәжбүр болды. Колумб батысқа саяхатын тек 6 қыркүйекте ғана жалғастыра алды.
Шамамен 10-шы күні суда теңіз балдырларының мол шоғырланған орындар пайда бола бастады. Олардың көп болғаны соншалық, тіпті мұхит жасыл түске боялғандай болды. Топ осы күдікті орыннан өту үшін қозғалыс жылдамдығын азайтуына тура келді. 3 апта уақыт бойы кемелер осы бір түрлі су кеңістігі арқылы жүзді. Осылайша Саргас теңізі ашылды. Теңіздің атауы теңіз балдырларының бір түрі Саргас сумның мол болуына байланысты қойылған. Осыдан кейін 7-ші қазанда Колумб бағдарынан ауытқып, Жапонияның жанынан өтіп кеттім деген ұйғарымға келіп, және оңтүстік батысқа қарай жүзуге шешім қабылдайды. Міне, 12-ші қазан күні сағат түнгі 2 шамасында Пинта теңізшілерінің бірі жерді көреді. 6500 шақырым жол жүріп, және ашық мұхитта 2 айдан артық жүзген теңізшілер тобы енді ғана еркін тыныстай алды. Осылайша Багам аралдары ашылды. Келесі күні таңертең Колумб аралдың жағасына түсіп, мұнда Кастилия туын тікті. Ол аралға Сан-Сальвадор деген атау беріп, жергілікті тұрғындарды үндістер деп атады. Бұдан әрі 2 апта уақыт бойы Колумб оңтүстікке қарай жүріп, Багам архипелагының құрамына енетін жаңа аралдарда, Багам аралынан бастап, Американың болашақ бір штаты болатын Флоридаға дейін 300 шақырым аумақтағы барлық аралдарды ашты. Осылайша 1492 жылғы 12 қазан Американың ашылған күні болып есептеледі. Ал Колумбтың өзі Азияға жол ашқанына сенімді болып, Багам аралдарын Жапонияның шығыс жағалауы деп есептеген. Оның артында Қытай, одан әрі көптен күткен Үндістан болады деп ойлаған. 28-ші қазан күні Колумб Кубаның солтүстік шығыс бөлігіне тоқтаған, және өзі Азияның оңтүстік шығыс бөлігіндегі аралдардың бірінде тұрмын деген ойда болған. Колумб және оның тобы алтын және дәмдеуіштер іздей бастаған. Алайда ешқандай бағалы тастар да, дәмдеуіштер де табылмаған. Ал жергілікті тұрғындар картоп және жүгері өсірумен айналысқан. Нәтижесінде Колумб осы өсімдіктердің тұқымдарын алып, Еуропаға алып келген, және осыдан кейін картоп біздің дастарханымыздағы ең танымал көкөніске айналған. Бұдан әрі Колумб шығысқа қарай жүзіп, өзі Эспаньола деген атау берген жаңа аралды ашты. Қазіргі күні мұнда Гаити және Доминикан Республикасы деп аталатын 2 мемлекет орналасқан. Мұнда аз уақыт аялдағаннан кейін Колумб Испанияға қайтуға шешім қабылдайды. Алайда теңізге шыққанда Санта-Мария маржандарға соғылып, істен шығады. Колумбтың сүйікті және басты кемесі жүзуді жалғастыра алмайды. Санта-Марияның сынықтары аралға жеткізіліп, олардан Ла Навидад форты жасалды. Колумб мұнда 40-қа жуық теңізшісін 1 жылдық азығын беріп, қалдырып, өзімен бірнеше бөтен жерліктерді ертіп, Ниния бортына ауысып, теңізге шықты. Осылайша Колумб эскадрасы қалған 2 кемемен үйлеріне бет алды. Кері жол қыс ортасына дөп келіп, 12-ші ақпан күні боран болды, және кемелер бір-бірінен көз жазып қалды. Боранның күшті болғаны соншалықты, топ мүшелері тіршілікпен қош айтысып, туған Испания жағалауларын көруден үміттерін үзді. 15-ші ақпан күні боран күрт басылып, теңізшілер жерді көрді. Осылайша Колумб Португалияға тиесілі Азор аралдарына жете алды. Губернатордың бұйрығы бойынша жерге түскен бетте Колумб тұтқынға алынды. Себебі билік оны қарақшы ретінде қабылдаған. Ұлы теңізші өзінің кінәсіздігін дәлелдегеннен кейін үйіне сапарын жалғастырды. Арада 1 ай уақыт өткеннен кейін Колумб Испанияға жетті. Өз саяхатын 1493 жылы 15 наурызда аяқтады. Колумб өзімен бірге бұрын көрмеген өсімдіктер, картоп жемісін алып келеді.
Онымен бірге кемеден Европада үндістер деп аталып кеткен бөгде жерліктер түседі. Эпилог. Бір жама уақыт өткеннен кейін Колумб тағы 2 экспедицияға шықты. Осы 2 саяхат барысында Антиль аралдары, Ямайка және Пуэрто-Рико ашылған. Бұдан әрі ол Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика аумағын зерттеп, осыдан кейін Панама бойымен жүзіп өткен. Мұнда ол Панама мойнағы деп аталатын тар құрлық жолағы арқылы өткенде Тынық мұхитына шығуға болатынын білді. Осы географиялық жаңалықтарды ашу арқылы Колумб испандықтар қазынасын алтынмен аптай алмады. Патша және патшайым уәде етілген алтын мен дәмдеуіштерге ие болған жоқ. Колумб өз экспедициясында жүргенде 1498 жылы португалиялық теңізші Васко да Гама нағыз Үндістанға баратын жолды ашты. Ол Африканы оңтүстігінен айналып өтіп, Үнді мұхитына шықты және оны кесіп өтті. Бұл туралы жаңалық испан билігін қатты таңырқатты. Васко да Гама португалиялық патшалық сарайды байытып, ал Колумб өтірікші ретінде танылды. Алайда бұл мүлдем басқа әңгіме. Ең қызығы, Колумб өз өмірінің соңына дейін басқа құрлық емес, Үндістанда аштым деген ойдан айныған жоқ. Ұлы саяхатшы Атлантика арқылы Азияға баратын жолды таптым деген сеніммен өмірден өтті. Оның адасуының нәтижесінде дүние жүзі жаңа әлемнің бар екенін білді. Солтүстік және оңтүстік Америка, Атлантиканың көптеген аралдары мен архипелагтары теңіз карталары мен атластарына енгізілді. Егер осы видео ұнаған болса, және осындай теңіз зерттеушілері туралы қызықты хикаяларды көбірек көргіңіз келсе, бұл туралы пікір қалдырыңыз. Кездескенше достар.